Сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Қайтпас бір мөлтек ауданынан осындай жоғарғы деңгейдегі үйімізді обзор жасап жатырмыз. Бірінші ішінен бастадық. Қараңыздаршы, 2021 жылы салынған осындай жоғарғы деңгейдегі үйіміз обзор жасалынып жатыр. 700 шаршы метрден тұратын, есіктердің бәрі целиком цельный қарағаштан жасалынған, өте биік. Үйіміз міне көрініп тұр, керегесі кең, осындай өздеріне арнап салынған тамаша үйіміз. Әрбір қазағыма жұғысты болсын. Бұл осындай оригинальный лестницасымен холл, барлық есігімен жаңағы лестницасының бәрі заказной қымбат қарағаш. Есіктің биіктігі 2,80-ді құрайды. Мына не деген тамаша дизайнерлік ремонт. Ал мынау қонақ күтетін зал бөлмемізді қараңыздаршы. Үй толық жиһаздармен жабдықталған. Бір бөлмемізде кондиционер орнатылған. Керемет мінекей ванна, өте кең гостиная комната, алдына қарайтын бірнеше терезе, решетки. Мінекей дайын залымыз упакованный толық жиһаздармен жабдықталған. Әрбір көрерменіме осындай үйлер жұғысты болсын. Ал сонымен қатар бұл жерде керемет ар жағында қазақша бөлмеміз бар. Оны ең соңында көрсететін боламыз. Мынау қараңыздар, тамаша не деген керемет ас бөлме, аппақ белоснежный кафельмен видеонаблюдение орнатылған, толық жиһаздармен жабдықталған. Мынаны қараңыздаршы, жаңағы бұл жерде де керемет есік, панорамный терезе аулаға қарайтын. Мынау біздің рабочая кухнямыз. Тоже толық жиһаздармен жабдықталған, және алдыңғы аулаға шығып кететін керемет террасаға шығатын есігіміз бар. Бұны қазір соңында көрсететін боламыз. Соңына дейін осыны отырып бізбен бірге болыңыздар. Әрбір қазағыма Аллахым осындай үйлер жұғысты болсын. Үй іздеген достарыңызға поделиться етіп бөліп қоямыз. Ал енді кеттік, мінекей осындай оригинальный лестницамен қазір екінші қабатқа шығамыз. Ал мынау біздің осы үй егелерінің аталарға арналған жатын бөлме болып саналады. Қараңыздар, не деген тамаша, кең, үлкен терезесімен осындай толық жиһазбен жабдықталған. Мынау жуынатын апалардың бөлмесі. Мінекей барлық осындай жағдай жасалынған үйімізді бірге обзор жасап жатырмыз. Қазір қарама-қарсында бір қазақша бөлмеміз қалды. Оны ең соңында көрсететін боламыз. Ал кеттік, екінші қабатымызды обзор жасаймыз. Қараңыздар, не деген оригинальный люстра, оригинальный холл. Бұл үйде простой ештеңке жоқ. Бәрі оригинальный, осындай дизайнерлік ремонты менен әрбір көрерменіме Аллахым осындай үйлерді жұғысты етсін. Қараңыздар, мына люстраның өзін Қытайдан по заказу заказбен алдыртып, осыны өстіп өлдірткен. Мынау біздің екінші қабаттың кең холлы болады. Ламинаттың бәрі тоже өте жоғарғы сападағы ламинат. Бұл жерде де мына қарағаш есіктер. Ал мынау біздің бірінші жатын бөлмеміз. Бұл жатын бөлме, көріп тұрсыздар, бака қонақтарға арналған осындай керемет бояулармен боялған, және де толық жиһаздармен жабдықталған жарасымды. Мінекей освещение өте керемет жарасып тұр бәрі. Ал қарама-қарсысына келетін болсақ, қарама-қарсысында да бір жатын бөлмеміз. Мінекей үлкен отбасыға бұйырсын, бақытты отбасыға бұйырсын. Үй іздеп жатқан достарымызға осы сілтемені жіберіп қоямыз. Кондиционер орнатылған, өте кең просторный бөлмелеріміз. Өзіне жарасымды байқасаңыздар, барлық жерде дизайнерский жұмыс жүргізілгені көрініп тұр. Бұл әшейін жай салына салған үй емес, именно жоспарлап салынған үй. Мынау балдарға арналған, осы үйдегі балдарға арналған карта мирамен, осындай тамаша рисунктармен. Бұл детская комната, қараңыздар, встроенный шкафтармен. И және бұл жерде тағы да бір ерекшелігі айта кететін, бұл бөлмеден мынандай тамаша шығатын, балконға шығатын есігіміз бар. Таза натуральный травертин, өте жоғарғы деңгейде салынған. Сыртын қазір көрсететін боламыз. Және ар жақта родительский спальнядан да шығатын есігіміз бар. Осындай керемет қаланың ең биік точкасынан осындай үлкен үйімізді обзор жасаудамыз.
осындай қазағыма бұйырсын. Әрбір қазағым Аллахым осындай үй салуды нәсіп етсін. Мынау біздің осы отбасыға арналған екінші қабаттың джакузиі. Өте кең, барлық бөлмеде решетки, мінекей тамаша теплый пол. И және мына жағымызда қараңыздаршы, үйдің егесінің жатын бөлмесі. Мына жерде өзінің полностью встроенный гардеробный. И және мына жерде үлкен жуынатын душеваясы. А мына осы отбасылық қараңыздаршы, не деген кең жатын бөлме, семейный жатын бөлме. Мынау соның үлкен несі болады, рабочая зонасы. Мына жерден есігіміз бар. Қараңыздаршы, осындай тамаша үй әрбір көрерменіме жұғысты болсын. Кеттік, тағы да ары қарай жалғастырайық. Ал мынау ауласына келетін болсақ, тамаша терраса. Мына өздеріңіз көріп тұрғандағыдай террасадан мінекей керемет баспалдақпен төменге түсеміз. Мінекей өте тамаша жоғарғы үлгідегі салынған үйлердің бірі. Мына қараңыздаршы, не деген керемет дизайн. Есігінің алдында барбекю зонасы бар. Осындай тамаша. Тып-тыныш, қаланың ең тып-тыныш ауданының бірі болып саналады. Бұл жерде бастырмасы бар. Мінекей бірнеше автокөлікке арналған барбекю зонасы менен. Мынау үйіміздің қараңыздар сыртқы көрінісі. Үйіміз 700 шаршы метрден тұрады. Цоколі бар, цоколі жилой да бар, не жилой бар. Артқы ауласы бар. Оның бәрін қазір бірге тағы да тамашалайтын боламыз. Тауықтың дауысын естіп тұрған шығарсыздар. Нағыз қазағым тұратын осындай керемет үй. Барша қазағыма жұғысты болсын. Аллахым осындай үй салуды бәріңізге нәсіп етсін. Осындай үлкен отбасыңызбен өсіп, өніп, рахаттанып тұратын үйді бірге обзор жасап жатырмыз. Асықпай баршаңызға Аллахым осындай үйді сілтемесін достарыңызға жіберуді сұраймыз. Ал мынау біздің осы үйіміздің фишкасы. Қараңыздаршы, не деген тамаша люстра. Осы үйге сәнде жарықта беріп тұрған. Осы үйдің керемет фишкасы оригинальный баспалдақ. Ешкімде жоқ проектісімен қазір осы холлдың қарама-қарсысында, то есть қазақша бөлменің қарама-қарсысында осы үлкен қазақша бөлмеміз бар. Бұл да отбасылық бала-шағамен рахаттанып отыратын өте кең үлкен терезелерімен бұл жатын бөлме болып саналады. Қараңыздаршы, әрбір қазағыма осындай үйде тұруды, өсіп, өніп, бала-шағаңызбен рахатыңызға көретін осындай үйді толық обзор жасап жатырмыз. Енді біз тағы да көрсететін цокольный этажымыз қалды. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік, цокольді обзор жасайық. Ал мына артқы ауласына келетін болсақ, үйіміз қараңыздаршы, в круговую натуральный травертинмен қоршалған. Мінекей тамаша міне цоколі бар. Үйіміз жаңа айта кеткендегідей 700 шаршы метрден тұратын. Мынау артқы рабочая зонамыз. Мінекей артық затыңыздың бәрін осы артқа қойып қоя саласыз. Артының бәрі жилая. Мына бетінің бәрі жилой, арғы беті қандай сарай ретінде қолдана бересіз. Мінекей бірге тамашалайық. Ал мынау цоколімізға түсетін болсақ, қараңыздаршы, цоколімізде тап-тенақтай осындай ремонтымен. Бұл жерде де жаз бойы отбасыңызбен рахаттанып тұра беруге болады. Мінекей отдушина, мына вытяжканың бәрі жүргізілген. Өте жылы, теплый пол. Бұл енді жаздың күні салқын болса, қыстың күні жылы болатын. Осындай 3 бөлмеден тұратын өте үлкен біздің цокольный этаж болып саналады. Мына жерде мінекей көріп тұрсыздар, спорт зал жасап қойған, теннисный балдар ойнайтын алаңы. Мына жердің бәрінде ковр алам, өте тамаша кең бөлмеден тұратын. Мынау холл болса, а мынау осы отбасылық тоже бұл жерде бильярдны орнатып қойған. Қараңыздаршы, осындай бар жағдай жасалынған үйіміз толық обзор жасалынып бітті. Үй іздеп жүрген болсаңыз, осы үйді келіп көріп, келісіп алсаңыздар болады. Неге десеңіз, үйдің сапасы өте тамаша, жоғарғы сапа. Ар жағында еще санторабы бар. Мінекей. Рахмет, менімен бірге болып, соңына дейін көрген және де бұйырсын деп жаза кеткен әрбіріңізге Аллахым осындай үйлер бұйырсын, жұғысты болсын. Алла